113 сабақ 25 жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы. Шыр-шыр еткен торғайды аямасқа болмайды. Кіп-кішкентай торғайлар ағаштарды қорғайды. Жақат Смақовтың өлеңі. Енді 25 жаттығу бойынша тапсырмалар: өлеңдегі негізгі ойды анықта. Өлеңдегі негізгі ой табиғатты, құстарды қорғау, аялау болып табылады. Келесі етістіктерді тап. Бұл өлеңде етістіктер шыр-шыр, аямасқа болмайды және қорғайды. Келесі 26 жаттығу жаңылтпаштың қатесін түзеп жаз. Дұрыстап жазатын болсақ, үміт түбіт түтті, түбітті түтіп бітті. Осы дұрыс болады. Енді жаңылтпаштағы бізде етістіктер түтті, ол дара етістік болып табылады, және күрделі етістік, ол түтіп бітті. 27 жаттығу мәтінді түсініп оқы. Құстар тұмсығымен дән шоқып жейді, жаңғақты шағады. Кейбір құстар үшкір тұмсықтарымен ұя салады және тесік оятын құрал ретінде пайдаланады. Мәтіндегі етістіктердің дара немесе күрделі екенін айтады. Мәтіндегі етістіктер дара етістіктер шағады, салады, оятын, пайдаланады. Және бір күрделі етістік бар, ол шоқып жейді. Мұндай құстардың пайдасы туралы топта талқылайды. Жалпы бұндай құстардың бір пайдасы, олар ағаштағы құрт құмырсқаларды жеп, солай табиғатқа өзінің пайдасын тигізеді. Тағы да қандай пайдасы бар, соны отырып сыныпта мұғалімдеріңмен бірге талқылансаңыздар болады. Кестені тиісті құс атауларымен толықтырып. Бірінші, үй құстары. Оған тауық, қораз, күркетауық, үйрек, қазды жазсақ болады. Және жабайы құстар бүркіт, қарға, үкі, торғай және тағы да басқа өздеріңіз жабайы құстармен толықтырып жазсаңыздар болады. Өз аулаңдағы құстарды бақыла, байқағандарың туралы шағын мәтін құрастыр. Мен аулада құстарды күнде көремін. Сол себепті кей күндері оларға үйден жем алып шығамын. Мені де танып алғандай жем сепкенде бәрі айналамда жүреді. Шырылдаған дауыстары маған ұнайды. Құстар табиғатымыздың көркі. Мінекей кішкене осындай мәтін құрастырдым. Сіздер де осы сияқты мәтін құрастырып жазыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.